Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Ұзақбай Ғ.К, Маңғыстау өнер колледжінің домбыра пәнінің ұстазымын. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы халық күйлеріндегі ырғақтық ерекшеліктер. Ашық сабаққа қатысушы 2-ші курс студенті Майдырова Ақбота. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жаңағы айтып өткендей халық күйлеріндегі ырғақтық ерекшеліктер. Ол ерекшеліктердің бір-бірімен байланыстылығы, сол ерекшеліктерді алу барысындағы біз қандай приемдарды қолданамыз домбырада. Соны қазір толарға айтып кететін боламыз. Кешегі сабақтағы алдыңғы сабақтағы өткен күйіміздің аты қандай еді? Ноғайлының зары. Бұл жерде Ноғайлының зары мен ел айырылғанның алдағы талдайын деп отырған сабағымыз, күйіміз ел айырылған. Сол екеуінің бірге таңдалып отқан себебі тақырыптық байланыстылығы бір тарихи оқиғадан шыққан күйлер. Негізінде тарихи күйлер деп, яғни халық күйлері деп, тарихи жағдайларда туындаған күйлерден композиторлардың аты ұмытылып қалған жағдайда осыны халық күйлер деп айтамыз. Себебі негізінде оны шығарған өзінің авторы бар, бірақ авторы уақыт өте келе не істеген? Ұмытылып қалғанда. Сондықтан да бұны халық күйлеріне тиеліп отырамыз. Негізінде олардың шығарған композиторлар болады өмірде. Ноғайлының зары қандай жағдайда өмірге келді? Кезінде сол Ноғай елінің басшысы қайтыс болады, өмірден өтеді. Озады, сол кезде жаңағы енді күніміз басшысы қалай болады деген халықтың мұңы арқылы шығарылған. Иә, дұрыс айтасыз. Осы күйде халықтың, басшысыз қалған халықтың ыдырау алдында тұрған қорқыныштары белең алып, ол кезде қандай болды? Халықтың басында жаңағындай әртүрлі жаугершілік замандар болды, иә? 15-18 ғасырлардың аралығында туған күйлер болғандықтан, бұл күйлердің жаңағы негізгі болған оқиғалары бұл тарихи оқиғалармен байланысты. 15-ші ғасырда Әбілқайыр ханның қатыгез саясатына шыдамай, біздің жаңағы Жәнібек, Керей сұлтандарымыз өзіне бағынышты руларды алып Шу өзеніне қарай қоныстанады екен. Сол кезде бір-бірімен көршілес жатқан рулар, тайпалар бір-бірінен айырылғанына шыдамай, жаңағы бір-бірімен енді біз қай уақытта көрсеміз дегендей айшылық алыс жолдар болады ма, қандай халықтың басында қандай күндер болады деген сондай қорқынышпен, бұлар күдік болады. Сондай халықтың зары бар бұл күйдің ішінде. Енді осы күйді бір пысықтап өтейік, бір қайталап өтейік, сосын жаңа тақырыбымызға көшеміз. Сол тақырыпты түсіндіру барысында мен саған қалай алынатынын, қалай ойналатынын көрсететін боламын.
әлде де бірақ фаршлагтарына, буыннан буын өткен кездегі жаңағы динамикалық суреттеріне мән беруіміз керек болады жарай ма? Сосын тексттен де кетіп жатқан жерлерім бар, солар жөн. Күйіміз ел айырылған деген күй. Ол күйді тыңдамас бұрын, бірінші талдамас бұрын, ол күйдің үнтаспадан Ұзақбай Ғ.К деген орындаушымыздың орындағанымен тыңдап көрейік. Міне, бізге осы қысқаша бір несі жеткілікті. Жалпы күйдің сарынын түсіндің ғой да? Енді талдап көрейік. Неке, нотамыздың. Бізге ең бірінші осы ел айырылғанда қазір Ұзақбай Ғ.К-тің орындауындағы записін тыңдадық үнтаспадан. Енді соның сол бойынша түсірілген нотаны талдайтын боламыз. Осы бір буынды мен саған қазір көрсетіп жіберейін. Кішкене шегеленген дыбыс болу керек. Да? Шегеленген дыбыс ойна. Көрсетіп отырған жерімде фаршлаг міндетті түрде алынады. Себебі мына қағыспен бірге, жоғары қағыспен бірге келетін мына фаршлаг халықтың зарын көрсетеді. Соны міндетті түрде алу керек болады мысалға. Сондықтан крещендомен
көбісі қайталау, иә, қайырмасы бар. Әннің қайырмасы сияқты күйдің де қайырмасы бар да, әр буын сайын бұл қайталанып тұрады. Енді бұл қайырмадан кейін мына си бемоль фаға түсетін буынымыз бар ғой, сол жерде бір мана орындаушының ерекшелігін бір атап өтейін. Бұл жерде күре ойналатын жері бар да, соны берсек күйдің көркемдік жағы ашыла түседі. Мынаны қысқаласын. Мынау жаңа буынға түсінің ғой да, жаңағы си бемоль фадан кейінгі интервалды күреп аламыз, кәне? Түсінікті ғой да, мына буын туралы сұрақ жоқ қой. Келесі сағаға барамыз. Түсінікті ма? Мен ойлаймын, сен алдыңғы сабағымызда ноғайлының зары, сосын ноғайлының зарынан кейін мына ел айылған саған қиындыққа түскен жоқ, себебі екеуінің бір-біріне тақырыптары өте жақын. Жаңағыда айтылғандай, бір тарихи жағдайға, оқиғаға байланысты шыққан күйлер. Сондықтан да ешқандай қиындығы жоқ. Былай қарағанда қарапайым несін қарасақ, буынына қарасақ, бас буын, одан кейін қайырмасы бар, сосын не? Орта буын, орта буыннан кейін не жүреді? Тағы да қайырмасы, сағасы, сағадан кейін қайырмасы, содан кейін не жүреді? Жаңа буын аты не? Күй аяқталып жатқандағы кода, дұрыс, кода жүреді. Кодамен аяқталады. Ешқандай қиындығы жоқ, күй қолыңнан келеді. Жаңағы солқылдаған ритм, солқылдаған фаршлаг, соны жақсылап көрсетуіміз керекпіз. Сосын мына жерде арпеджиатомен көрсеткенде си бемоль фадағы соны көрсету керек. Бұл күйдің жалпы ноғайлының зарымен ел айырылғанның ортақ бір нүктелері жыр тептес келуі. Жыр сияқты
күйдің біріне бірі буындар жалғасып келе беру, иә. Содан әуенді, сазды біз жоғалтып алмауымыз керекпіз ойнаған кезде. Сол кезде ғана өзің түсініп ойнасаң, өзіңнің тыңдаушың да осыны түсінеді деп ойлаймын. Жалпы, мына күй туралы сұрағың бар ма? Түсінікті ғой, да? Үнтаспада записіміз бар. Ұзақбай Ғ.К.дің вариантын тыңдаймыз, нұсқасын. Сабақтың сабақта көрсеткен фаршылакты, арпеджиатаны аламыз, дыбыстарымыз нақты аламыз. Бүгінгі енді бағаң толық төрт әлде де дайындаламыз. Емтиханға шейін уақытымыз бар. Толықтай осыны дайындап, пысықтап, келесі сабаққа егер оңай болса жаттап аламыз, егер қиыншылықтар келтіріп жатса, нотамен жүргізіп ойнап келеміз. Бүгінгі нең бағаң толық төрт. Біздің ашық сабағымыз аяқталды.